Асқазан ауруының қандай түрлері бар? Осы видеоның соңына дейін көріңіз. Бұл видеода ең пайдалы ақпараттар жинақталған. Асқазан ауруына халық емі картоп шырынын, алоэ, бал мен өсімдік шөптерді ұсынады. Бұл заттардың әрқайсысы әртүрлі жағдайда ем болатынын ескеріңіз. Сонымен қатар қалай, қашан ішу керектігін де біліп алғаныңыз дұрыс. Асқазаны ауыратындар міндетті түрде асқазан дәрігеріне көрініп алғаны дұрыс. Сонан соң халықтық жолмен дертіне шипа тапса болады. Асқазан аурулары көп. Нақтырақ айтқанда, бірінші гастрит. Гастрит асқазан сөлі азайып, қышқыл көбейген кезде мазалайды. Мұны дер кезінде емдемесе эрозияға әкеледі. Белгілері: құсқыңыз келеді, тәбетіңіз төмендейді, қыжыл мазалайды, үлкен дәретте өзгеріс болады, іші өтеді немесе іші жүрмейді, және аузыңызға ащы дәм келеді. Эрозияның белгілері: түнгі уақытта асқазаныңыз қатты ауырады, жүрек айнып қыжыл болады, тамақтан соң кекірік мазалайды, дәм сезбеуіңіз мүмкін, құсыққа немесе үлкен дәретке қан араласады. Екінші, асқазан түймешігі. Асқазан түймешігі асқазан қабырғасындағы қатерсіз түйін. Бұл көбінесе 45-50 жастан асқан ер кісілерде көбірек мазалайды. Үшінші, асқазан жарасы. Қабынудан, шырышты қабықтың жарақаттануынан, қышқылдың көбеюінен пайда болады. Белгілері: асқазаныңыз, кіндіктің айналасы, сол және оң қабырғаның асты ауырып белгі береді. Төртінші, қатерлі ісік. Асқазанның ең қауіпті ауруы. Соңы қайғылы жағдайға әкеп соқтырады. Асқазанда аз ғана өзгеріс болса, уақыт созбай дереу дәрігерге тексеріліңіз. Сонда қауіптің алдын аласыз.